الله الرحمن الرحيم بين يوسف وإخوته Юсуф пен оның бауырларының арасында. وكلمهم يوسف وقال لهم Юсуф олармен сөйлесіп былай деді: من أين أنتم? Сендер қай жақтансыңдар? قالوا من كنعان. Олар Канғаннанмыз деді. قال من أبوكم? Ол әкелерің кім деп сұрады. قالوا يعقوب ибн Исхақ ибн Ибрахим алейхиссалату вассалам. Олар Жақып ұлы Исхақ ұлы Ибрахим, оларға салауат пен сәлем болсын деп жауап берді. قال هل لكم أخ آخر? Ол сендердің басқа бауырларың бар ма деді. قالوا نعم لنا أخ اسمه Биньямин. Олар біздің Биньямин есімді бауырымыз бар деді. قالوا لماذا لم يأتي معكم? Ол неге сендермен бірге келмеді деді. قالوا لأن والدنا لا يتركه ولا يحب أن يبعد عنه. Олар өйткені әкеміз оны қалдырмайды және оның өзімен ұзақтағанын ұнатпайды деді. قالوا لأي شيء لا يتركه هل هو والد صغير جدا. Ол не себепті оны қалдырмайды? Ол өте кішкентай бала ма деді. قالوا لا ولكن كان له أخ اسمه يوسف ذهب معنا مرة وذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ذئب. Олар жоқ, бірақ оның Юсуф есімді ағасы болған еді. Бірде ол бізбен бірге барды, біз жарысып кеттік. Юсуфты заттарымыздың қасында қалдырған едік, оны қасқыр жеп қойды деді. وضحك يوسف في نفسه ولكن لم يقول شيئا واشتاق يوسف إلى أخيه بنيامين. Юсуф іштей күлді, бірақ ештеңе айтпады. Ол бауыры Биньяминді қатты сағынды. وأراد الله أن يمتحن يعقوب مرة ثانية. Аллах Тағала Жақыпты екінші мәрте сынауды қалады. فأمر لهم يوسف بالطعام. Юсуф оларға азық-түлік беруді бұйырды. وقال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم. және оларға маған әкелеріңмен болған бауырларыңды Биньяминді алып келіңдер деді. ولا تجدون طعاما إذا لم تأتوا به. егер оны алып келмесеңдер, сендерге азық берілмейді. وأمر يوسف بمالهم ووضع في متاعهم. Юсуф олардың азық төлеген ақшаларын жүктерінің ішіне қайта салып қоюды бұйырды.